Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода брауни тәттісінің рецептісімен бөлісетін боламын. Тез дайындалатын және керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар сары май, шоколад, екеуін біріктіріп, біз ертіп алатын боламыз. Жақсылап ертіп, осылай араластырып алдық. Енді азырақ суығанша қоя тұрамыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Бір шымшым тұзымызды салып, біз осы жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқалы массамызды осылай венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен ағарып осылай көпіргенше араластырып аламыз. Және де үстіне осы шоколад пен ертілген сары майымызды қосатын боламыз. Екі массаны біріктіріп, тағы да араластырамыз. Жақсылап біріккенше осылай араластырып алдық. Енді үстінен азырақ ұнымызды қосамыз. Ұнымызды және де какаомызды қосып, тағы да барлық массамызды біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осы брауни пирогымызға қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына грамменен жазып қалдыратын боламын. Осылай біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осылай мінекей бәрін біріктіріп араластырып алдық. Енді осы массамызды формамызға құйып, 170 градуста 20-25 минут қана пісіріп аламыз. Одан көп қоймаймыз. Кез келген формаға салып пісіруге болады. Қызып тұрған пешімізге 20-25 минут қана пісіріп алдық. Одан көп қоймаймыз. Біздің пирогтарымыздың ортасы кішкене влажный болып, сулы болып шығуы қажет. Кішкене суытып барып формамыздан шештік. Біздің пирогтарымыз толықтай дайын. Кесіп ұсынсақ болады. Қазір ортасын көрсететін боламын. Толықтай пісіп шығады. Неке осындай болып, ортасы кішкене влажный болып тұрады. Керемет дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Құрамында ұны аз болғандықтан тез піседі. Керемет дәмді болып шығады, шоколадтың дәмі шығып тұратын. Өте керемет дәмді пирог. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, мені қолдап пікір қалдырыңыздар. Астарың дәмді болсын.